Намаз оқымайтын адамға ораза ұстауға бола ма? Жауап: намазға әлі жығыла қоймаған адамның ораза ұстауына болады. Себебі намаз өзінше бір парыз, ал ораза мүлде бөлек парыз. Сұрақ: ораза кезінде тіс пастасын қолдануға бола ма? Жауап: тіс пастасын сәресі кезінде және ауыз ашқаннан кейін пайдаланған абзал. Сұрақ: ораза кезінде тіс емдетуге, жұлдыруға бола ма? Жауап: ауырып, маза бермей жатса, емдетуге де, жұлдыруға да рұқсат. Тек тістен шығатын қан, ауыз шаятын сұйықтық, дәрілер тамақтан өтіп кетпеуін қадағалау керек. Мұрын, тіс қанаса, ораза бұзыла ма? Жауап: мұрын, тіс қанаса, ораза бұзылмайды. Тек тамақтан өтіп кетпеу керек. Ораза кезінде жүрегі айнып құсқан жағдайда ауыз ашылып кете ме? Жауап: ораза кезінде өздігінен жүрек айнып құсса, одан ораза бұзылмайды. Ал өзі күштеп құсатын болса, одан ораза бұзылады. Сұрақ: ораза кезінде жыласа ауыз ашылып кете ме? Жауап: ораза кезінде жылағаннан ораза бұзылмайды. Сұрақ: ораза кезінде ашуланғаннан, біреумен ұрсысып төбелескеннен ауыз ашыла ма? Жауап: ораза кезінде ұрыс керістен ауыз ашылмайды. Ондай жағдайда оразаның сауабы кемиді. Сұрақ: кешке мешітте азан шақырыла бастаған кезде ауыз аша беруге бола ма? Әлде азанның соңына дейін шақырылып біткенін күту керек пе? Жауап: кешке мешітте азанның шақырылуы күннің батқанын білдіреді. Ол ауызды ашатын сәт. Сол үшін азан шақырылып басталған кезде ақ ауыз аша бересіз. Ораза ұстаған адамға ауыз ашар берсе, оған ұстаған адамның сауабындай сауап беріледі делінген хадиске сәйкес, ораза ұстамай-ақ ауыз ашар беріп сауап ала берейін деген түсінік қаншалықты дұрыс? Ол адамның мойнынан ораза парызы түсе ме? Жауап: ораза ұстаған кісілерге ауыз ашар беру мол сауапқа қол жеткізеді, бірақ ауыз ашар берушінің мойнынан парызды түсірмейді. Ол кісі де басқалар секілді ораза ұстауға міндетті. Іздеп жүрген сұрағыңызға жауап тапқан болсаңыз, лүпіл басыңыз, комментарий жазыңыз және міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Оразаңыз қабыл болсын, ұстаған жан.